Ауруханаға жатқаннан кейін 3 күнде басымды көтердім. 2 айдан бері көтерілмеген бас 3 күнде басымды көтердім. Содан бері көзім жақсарып кетті қазір. Қалай болды? Ауруға шалдыққан кезде қандай күйде кештіңіз? Жасай деген емхана бар екен, соған көрін деп ауылдан інім Рахымжан звондады. Соған келдік, профессор Жасан Жекейұлы қабылдады. Соның қабылдауында болдым. Алғашқы емді өзі жасады. Ине сала деген, иненің түбін 17 түрлі емдік шөптің қоспасымен қыздырып отырады екен. Содан не керек? Мен құндақтағы баладай болып Қозғалмай қалып едіңіз? Қозғалмай, қол аяқ жоқ. Жоқ, тамақ іше алмай. Басымды көтермеймін, мойным бетіп салдырып. Ауруханаға барған жоқсыз ба? Бардым ғой, анау дәстүрлі медицинаға жаттым ғой, әуелі сексеуілдегі емханаға жаттым. Ол жерде мамандар жоқ енді. Сосын Алматыға келіп, Қалқамандағы нөмірі 1-ші больницаға жаттым. Курсын алып шықтым, бірақ ем қонған жоқ. 2 айдай ма жатып қалған? 2 айдай, толық 2 ай жаттым. Содан ине салды? Содан профессор Жасан Жекейұлы деген білікті маман бар екен. Ол кісі мені қабылдады. Қабылдағанда тамыр ұстайды екен. Тамыр менен бүткіл аурудың бәрін айтады екен. Сондай неге дәрігердің қолына түскеніме қуандым. Қанша уақытта тұрып кеттіңіз? Көз көре бастады бірден көзге. Жасанның айтқанын қылып отырдым. Іш деген ішіп отырдым. Енді айтқанын мүлт жібермей, дәрігердің айтқанын қылып отырғанда 2 курстан кейін мен тұрып келдім. Тұрып келдіңіз ба? 2 курсқа дейін күйеу балам Айдар былай көтеріп әкеліп отыр. Бәрекелді, міне. Нұржамал апамызды тік тұрғызған Жасан аға бүгін біздің ортамызда отыр, міне. Сол кісі әуелі Алла. Аға. Осы кісіні алғаш көрген кездегі жағдай өте қиын, ауыр болды. 2 ай больницада жатқанда ешқандай қиындық болмаған екен. Ол жақта да бар жағдайын бәрін істеген. Бірақ мынау жан канал деген болады. Адамның 12 мүшесімен жалғасып тұратын 700 меридиандық нүктемен жалғанған жан каналдарға әрекет жүрілмеген, ем жасалмаған. Сондықтан мен айтармын дәрігер мамандарға, әр аурудың өзінің бір мамандары болады. Соны сөзсіз сол мамандарға жеткізу міндетті. Мәселен, кейбір адамдар осы сияқты науқастарды 15 күннен кейін кешіктірмей, осы шығыс емі болсын, өзіміздің осы Қазақстан өзінде де қара көздерімізде талай ине салатын мамандар шығып жатыр. Соларға жеткізіп, дер кезінде сол ана каналдарды суытпай, қайта сол жан каналдарға қайта жаңғыз жібертіп, точкасын тауа біліп, нағыз жаңағы ем жолдарын жасайтын болса, біз биылдың өзінде осындай афалардан бір 180-нің орнынан тұрғыздық. Сондай ауруларды қайта қоғамға қосып, осындай әжелер бізге керек. Мүмкін мемлекеттік адамдар да болады осындай адамдардың келіп жатқан. Сондықтан мынау инсульт деген дерттен айықтыруға болатын мүмкіндік 70-80%-ға қазір келіп жатыр. Мынаны айтыңыз, сіз айтыңыз, жазылмайтын ауру жоқ дедіңіз. Бірақ әрқайсының емін дұрыс қою керек дедіңіз. Солай дедіңіз ғой, Бірақ мынау дәстүрлі медицина дейміз ғой, бізде бар дәстүрлі медицина. Сонымен бірге сіз айтқан көбіне шығыс медицинасы, ол инемен емдеу, кәдімгі массажбен емдеу, басқамен емдеу. Осы екеуі бірін толықтыра ма? Дәстүрлі не қалдық медицина деп итеріп тастауға болмайды. Қалдық медицинаның да негізгі істеп жатқан жұмысы осы дәстүрлі медицинаның жұмысы деп айтуға болады. Бәріміздің елеп жатқанымыз бір терінің пұшпағы. Сондықтан көп адамдар бөліп жарып жатады. Мәселені мынау кейбір қорқып қалған, кейбір ниеттік әсерде болған, мынау қисайып қалған адамдарда инеден тез жазылады. Ал кейбір бұрынғы ата-бабаларымызда моллалардың жаңа су бүркімен де жазылып жатқан жағдай болады. Сондықтан нервтік жүйеге әсер беретін медицинаның барлығы ғылыми түрде дәлелденген. Сол үшін бұны дүние жүзінде 700 нүктеменен 24 меридиандық жолдармен емдеу. Бірақ соның нүктесін таба білу, нағыз соның маманы бола білу, ол қиынның қиыны. Сондай мамаға кезіксе екен деп ойлаймын. Рахмет. Көп адам мысалға жаман ауруға шалдығатын болса, біттім деп ойлайды да, өз-өзінен күйреп кетеді. Ондай кезде адамның иммунитеті әлсірейді де, сол ұзақ өмір сүре алмайды. Солай ғой деймін, келісесіздер ме? Бұл бір. Екіншіден мынандай нәрсені айтады. Өзін-өзі қазір айтып жатыр. Ана жерде бір ВИЧ індетінен жазылған екен, мынандай қатерлі дерттен жазылған екен. Сол мидың күшімен ғана жазылған екен деген деректер әрқайсыңыз естіп қаласыздар, Мысалға, сол қаншалықты рас? Психологтан сұрайықшы.
енді психологияда да жаңағыдай аурулардың барлығы да адамның психикасына байланысты дейді. Адамның психикасы шаршаса, адамның жаңағы жүйке жүйесі шаршаса, ол адамдарға мысалы кез келген аурулар тез жұққыш келеді және олар тез таралуы мүмкін. Психолог ретінде мынаны айтыңызшы. Жаман ауруға шалдыққан, соны алғаш естіген адамға немесе оның жақындарына, иә, өздерін қалай жұбату керек, неге сену керек, неден үміттену керек? Қазір ақпараттық заман барлық жерде дәрігер ағаларымыз айтып жатыр ғой, кез келген аурудан емін табуға мүмкіншілік бар. Сондықтан да онда шалдыққан адамдарда енді шынымен де өмір бітіп қалған сияқты болып көрінеді кейбір кісілерге. Ал кейбір кісілер олар әрі қарай жан жақта іздестіріп, жан жақтан сұрастырып, енді ел бар, халық бар, көмектеседі барлығына. Сондықтан да осы нәрседен үмітін үзбеу керек та ол адамдарда. Адам ең соңына дейін күресу керек. Клара ханым, салауатты өмір салтын қалыптастыру, иә, кәдімгі мемлекет ақша бөліп жатыр, жағдай жасап жатыр, істеп жатыр. Бір өзінің қандай да бір жемісін беріп отыр ма? Беріп отыр. Мысалы, 2008 жылдан бері біздер скрининг тексеру аурулардың алдын алу жағынан біздер тексеріс өткізіп жатырмыз. 2008 жылдан бері. 4 жыл. Халық бармайды. Соны айтайын деймін. Айтайын дегенім. Біздер енді биылғы осы 12 жылды қарасақ, кішкене өздері ойланып халық келе бастады. Қозғалыс бастады. Неге десеңіз, оны былай ақпараттандыру біздің мақсатымыз, мысалы, халыққа ақпарат жағдайдан жеткізу. Халық өзінің санасымен, өздері ойлап, өзінің денсаулығын ойлап келу керек емханаларға. Дәрігерлер барып, медбикелер барып шақырып жатыр. Біздерге біздің медицина саласында жұмыс істейтін адамдардың айтатыны, біз халықты келтіре алмаймыз. Солай, халыққа айтып жатырмыз, енді айналайын барыңдар, жарнаманы да айтып жатырмыз, бейнероликтерді жасап жатырмыз, фильмдерді, хабарлар жасап жатырмыз, бірақ бармайды. Неге біз Жапониядағыдай жасамаймыз? Жылына мысалға 1 рет па, 2 рет па жаңағы бүкіл қатерлі дерттерден алдын ала тексерілесің, тексерілмесең, жұмысқа барған кезде сол қағазыңды ала барасың. Ол қағазың болмаса, болды, айналайын бар, демал, жұмыстан шығарып жібереді. Қан қысымын білуің керек деп халық шақырамыз. Ой, қолым тимейді, бармаймыз деп жатыр. Соны біздер мүмкін заң түрінде соны енгізбеске? Енгізу керек соны. Халық өзі. Мен қосып жіберейін дегенім, біз Пекинде бір оқудағы кезімізде бір Жапониядан бір 5 маман келіп, бүтін сол университеттерді жалпы тексеріп кеткен. Осыдан 93-92 жылдарда. Соған айтарым, мынау ұжымдық жақтан, өкімет жағынан жалпы орналастыру беріп, дәрігерлердің өзін соған бөліп, жалпы тексеру жасау керек. Өйткені қазір әркімді өзіне бар дейтін болсаңыз, бірі о жерде очередтен қорқады. Енді бір уақыт мәселесі, жұмыстан сұрана алмайды. Біреу сол ауыр шығып қала ма деп қорқады. Мемлекет мына жаңа бағдарлама бөлген екен, сол қаржының дала кетіп қалмауы үшін жаңағы орналастырула беру керек. Қазіргі кезде өкімет орындардан басқа жеке орталықтарда бар, солардың бәрін үлгере алмаса бөліп, мынау коллектив бойынша бір тұтас тексеру жасауды Қытай баяғыда қолға алып кеткен. Осындай жұмыстарды жалғастырған дұрыс деп ойлаймын. Әлеке қорытындыласаңыз бүгінгі хабарда. Ақынсыз ғой, бағанадан бері әңгімені түйіп отырсыз. Мен жаңа қарап отырып, мынау сол кеше мынау сол дерттен айығып, бүгін қуанышын осы алып үшіп кеп отырған мына екі кісіге қарап, және мына жерде Жазира ғой деймін да, сіздің Жазира. Осының бойындағы бір үміт, арманы, дәл осы қуанышты сенде ертең кішкентай ғана жаңағы біз экраннан көрген кішкентай балапаныңды алып кел осы жерде бөлісіп отырсаң, осындай алғысыңды айтып, соның елге, жұртқа жаңа үміт үзбеу керек еш уақытта. Бәрі жақсы болады, тек сол. Негізгі ауырған адамға дәрігердің қабағы, жақынның жанашырлығы, достардың қолдауы керек. Азаматсыз Әлеке, иә. Жалпы қазақтың бір дана сөзі бар. Көрсең де мың бір бәле бұл дүниеден, бір Алладан күдер өзбегіңден. Бұл ауру адам баласына берілген Алланың сынағы. Және бұл сынақ сіздің кішкентай нәрестеңіз арқылы бәлкім сіздерге беріліп отыр. Сіздердің қазіргі жаңағы операцияға дейінгі уақытта өздеріңіздің наным сенімдеріңізді, өздеріңіздің сабырлықтарыңызды қалай ұстайды екен деп, балаңыздың жазылып, аяқтан тұрып кетуіне Алла шипасын берсін деп тілеймін. Әрине барлықтарыңызға рахмет, маған қолдау көрсетіп отқандарыңызға. Ендігі менің арманым, ендігі менің үмітім баламды ел жұрт болып, өзім болып, ел жұрт болып, аяғына тік тұрғыздыру. Қазіргі арманым менің. Әйгілі Қараменде би 4 нәрседе үміт бар деген екен. Жас өсемін деп үмітті,
жалғыз көбейем деп үмітті, жарлы байимын деп үмітті, ауру жазылам деп үмітті. Айтуға оңай әрине, десек те басты байлық денсаулықтың қадірін білейік. Егер ауыра қалсақ, үмітімізді үзбейік, сенімімізді жоғалтпайық. Аман сау болыңыздар.